Қара жалауларды көрсеңіз, қозғалмаңыз, және ешқандай әрекет жасамаңыз. Әлсіз адамдар олардың артынан еріп кетеді. Олардың жүрегі темір бөлшек сияқты. Мемлекеттен дәмеленеді. Олар өз сөздерінде тұрмайды. Келісімді сақтамайды. Өздерінің пайдакүнемдік мақсат үшін еш қатысы жоқ ақиқаттың атын жамылады. Есімдері жалған атымен аталады. Бір-бірлерін өздері келген өңір бойынша бөледі. Шаштары әйелдің шашындай ұзын боп келеді. Араларында бөлік пайда болып, өзара бір-бірімен соғыса бастайды. Таза ауа, жусанның ашқылтым иісі аңқып тұр. Алаңсыз ұшып жүрген айыр-құйрықты қарлығаштар. Бұл ұлы даланың кешкен қиындығы аз емес. Бірақ сонда да дала терең ойда, үнсіз. Дала таңы да сондай үнсіз тыныш. Тек жел ғана еш түсініксіз. Бірақ сондай таныс тілде уілдейді. Тыныштық. Бұл үйлесімділік үні. Бейбіт өмір әуені. Ислам бейбітшілік діні. Ислам сөзінің өзі бейбітшілік пен келісім деген мағына беретін әссәлям деген сөзден шығады. Пайғамбарымыз айтқандай, Алла өзі қаламайынша бір адамды ешкім тура жолға сала алмайды. Дәл солай Алла қаламаса, адамды ешкім ақиқат жолынан тайдыра алмайды. Қазақстан болашаққа нық сеніммен қарайтын зайырлы мемлекет. Тәуелсіз кезеңде біз қарқынды дамып келе жатқан мемлекет құра алдық. Алайда сыртқы геосаяси күштердің ықпалында ескерген жөн. Қазақстан мұсылман елдермен рухани, гуманитарлық, экономикалық және басқа да салаларда тығыз серіктестік байланыста. Яғни Кеңес одағында болған темір бөгет тек Батыс пен Ресей немесе Кеңес одағы арасында ғана емес, Кеңес одағының мұсылман бөлігімен арада да болды. Кавказдық республикалар мен Орта Азиядағы республикалар, мұсылман мемлекеттері. Яғни осы жүздеген жылдар бойы үзіліп қалған байланыстар қазір қайта жалғануда. Қазақстан араб және түркі мемлекеттермен дін саласында да жүйелі құрылымдық қатынаста. Қазақстан Ислам ынтымақтастық ұйымының беделді мүшелерінің бірі екенін білесіздер. Бірнеше жыл бұрын аталмыш ұйымға төрағалық етті. Яғни гуманитарлық және діни байланыстар тұрғысынан бізде берік қарым-қатынастар орнауда. Қазақстанның өзінде де ислам өркендеу сатысында деп айтамыз. Қоғамымызда бейбітшілік пен өркендеу идеясы әлде қашан орныққанымен, елдегі тыныштық пен бейбітшіліктің шырқын бұзғысы келетіндер де бар. Олар діннің атын жамылып, тұтас ұлттарға қауіп төндіруде. Деструктивті діни ағымдардың қатарын толықтырғысы келіп, дәстүрлі ислам құндылықтарын түбегейлі жоққа шығарады. Ислам діні біз ақиқат дін екеніне иланып сенеміз. Алла тағала тарапынан адамзатқа жіберілген дін деп қабылдаймыз. Ал осы ислам дінінің келуіндегі мақсаты не? Адамның өмірін жеңілдету. Адамға жалпы осы дүниеге келгендегі мақсатын түсініп, Алла тағалаға құлшылық жасап, бұл дүниедегі емтиханнан өту үшін келген бұл дін.
Енді пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи өзінің хадисінде қорқытпаңдар, қуантыңдар, сүйіншіліңдер, ауырлатпаңдар, жеңілдетіңдер деп айтады. Және шектен шығудан аулақ болыңдар дегенде пайғамбарымыздың сөзі бар. Сендердің бұрынғылардан өткендердің түбіне жеткенді олардың шектен шығулары еді дейді. Сол үшін дін біздің өмірімізді жеңілдету үшін келген. Бүкіл әлемдік ғаламтор дүниежүзілік интеграцияның тиімді құралына айналды. Жаңалықтар жоғары жылдамдықта ғаламшарға толық тарауда. Ақпараттық технологиялардың дамуындағы қарқынды өзгерістер, ақпараттардың толассыз ағыны адамзат өмірін күрт өзгертіп, өзімізге қарсы әрекет ете бастады. Деструктивті діни ұйымдардың қолындағы күшті қаруға айналды. WhatsApp, Instagram, Telegram, ВКонтакте, Skype. Мұның бәрі адамдарды өз ұйымдарына тартудың тиімді құралына айналды. Мысалы, біздің елімізде деструктивті діни топтардың идеологиясын ғаламторда таратқан 70-тен аса материалдар бұғатталды. Енді бұл радикализм мен ислам негізі кереғар ұғымдар. Бір-біріне қарама-қайшы. Мәзһаб жол, бағыттар бар. Бұл 4 мектеп бар. Құқықтық тұрғыда Ханафи мектебі дейміз, Абу Ханифа, Шафиғи, Малики, Хамбали. Бұл 4 мектептің тірелетін нүктесі бұл ислам. Қайнар көзі ислам. Осы 4 бағыттан өзгеше Құранды, хадистерді өзінше түсінеміз. Өз санамызбен жүреміз деушілер, бұл жаңағы шеттен шыққан топтар. Бұны біз экстремистік топтар дейміз. Бұлар тек шеттен шықпайды. Өздерінің көзқарастарын қоғамға дәлелдеу үшін, өздерінің абыройларын көтеру үшін, жарнамалау үшін өзгеше іс-әрекеттерге барады. Бұл көзқарас уақыт өте келе белгілі бір методологиялық, әдістемелік пән негізіне келеді. Одан кейін түрлі топтармен бірігіп саясиланады. Саяси жүйе болады, саяси ағымдар пайда бола бастайды. Кейін тіпті өз әрекеттерін жер-жиһанға жариялау үшін, жарнамалау үшін радикалданады, қатаңдыққа беріледі. Дінде болмаған, қоғамның өзінде этика, ахлақтың өзінде құпталмаған түрлі іс-әрекеттерге барады. Жарылыстар жасайды, террорлық топтарға айналады. Киберджихад. Аз ғана уақыт бұрын бұл терминді білетіндер санаулы ғана еді. Ал бүгінгі күні ол туралы бүкіл әлемдік қауымдастық біледі. Дәл осы ұғым бізге бүкіл әлемдік ғаламтордың қауіпсіз орны емес екенін аңғартты. Қазақстан Республикасы заңдары мен жалпы адамзаттық құндылықтарға қайшы келе отырып, бәрімізді соққының астына алды. Джихад дегенімізді қазір енді исламдың өкілдері енгізіп жатқан дүние емес. Қазіргі таңда кез келген, мысалы, дін өкілі болсын, ұлт өкілі болсын, жалпы кез келген азамат әлеуметтік желіні қолдана біледі, қолданып жатыр. Жаңа тиісті деңгейде, жаңағыдай өзіміз айтқандай джихадтық деңгейге жететіндей бір бейнеде қолданып жатыр да, пайдаланып та жатыр. Ал мына қазіргі саяси бір геосаяси жағдайларға біз назар аударатын болсақ, шын мәнінде осы әлеуметтік желіні пайдалану өте қарқынды, былайша айтқанда тенденциясы өте сондай керемет байқалады да. Геосаяси мәселелер, мысалы, сириялық жағдайды алатын болсақ, мысалға, ол жерге қаншама өздерінің жақтастарын тарту керек. Солай ма? Өздеріне жаңағыдай солардың жолында құрбан болатын адамдарды, әсіресе жастарды тарту керек. Міне сол тұрғыдан осындай бір ұғымдар пайда болды. Әлеуметтік желіде өздерінің әрекеттерін сондай белсенді жүргізіп, қаншама жастарымызды сол эмоцияларын түртіп, мысалға, өздерінің саясаттарын жүргізу үшін пайдаланып кетті.
міне осылай деп біздер пайымдасақ болады деп мен ойлаймын. Деструктивті діни ағымдардың жақтастары көбіне өз ата-аналарымен ұнамсыз қарым-қатынас құрады. Оларды діннен, Құдайдан безген деп айыптап, ата-анасы намаз оқымайтын кісілер болса, тамақтарын харам деп санайды. Алайда ата-ана әр адам үшін өмірдегі ең қымбат жандар. Алланың әмірімен бізге дәл осы жандар өмір сыйлады. Ең алғашқы рухани, адами құндылықтарды бойымызға сіңіріп, тұлға етіп тәрбиелейді. Бізге тәй-тәй басып жүру мен сөйлеуді, тіпті тамақ ішуді де үйретеді. Жасөспірімдік кезеңдегі ұнамсыз қылықтарымызды кешіреді, тіпті үлкен өмірде де бізді баладай күтеді. Құранның көп аяттарында Аллаға сенуден кейін қатар айтылатын ата-анаға құрмет көрсетудің қаншалықты маңызды екенін көрсетеді. Дәстүрлі емес ағым өкілдері ата-аналарының, үлкендердің тамағын жемеу мәселесі, оларды ол тамақты харамға шығару, үлкендерді намаз оқымаса кәпір деп айыптау, бұл үлкен қателік. Себебі ардақты пайғамбарымыздың жәннат аналардың аяғының астында деген хадисін біз жақсы білеміз. Мәселен, пайғамбарымыз өзінің хадисінде жалпы сүннетінде, мысалы Айша анамыз айтады, Айша анамызға насихатын айтқан кезде, біреудің үйіне барып ас ішкен кезде, оны мысалға халал харамдығын да сұрауға болмайтын, әдепсіз екенін көрсетеді. Ол әдепсіз. Ал енді бұл жерде ата-ана, өзін мұсылман санайтын ата-ана, оның дайындаған тамағын ішпеу деген ол сорақылық. Ол мұсылман ғой. Бұл жерде қандай проблема тұр? Ол өзінің ата-анасын мұсылман санамайды. Жат ағымдардың өкілінің бір сипаты қандай? Ол өзін ля иляха илlallah Мұхаммад Расулулла деп айтып жүріп, мұсылман санайтын, бірақ намаз оқымайтын адамдарды кәпір санайды, яғни мұсылман емес деп есептейді. Сол үшін де оның дайындаған тамағын жемеуге тырысады. Бұл сондай бір үлкен қатыгездікті, бір адасқандық. Деструктивті бағыттағы материалдардың таралуының алдын алу назарға алатын үлкен мәселе. Аталмыш мәселеде мемлекет те қол қусырып отырған жоқ. Егер бір сәт бұл іс бақылаусыз қалса, салдарын болжау қиын. Деструктивті діни ағымдарға қарсы идеологиялық күрес 3 бағытта өрбуде. Бірінші, діни экстремизм идеологиясына қарсы күрес. Екінші бағыт ақпараттық түсіндіру жұмыстары. Ал үшіншісі, жат ағымдардың ықпалынан зардап шеккен азаматтарды оңалту шаралары. Еліміздегі мынау өкінішке орай кейбір жастарымыздың әртүрлі дәстүрлі емес измдердің қатарын толтырып жүруі, бұл жастарымыздың, өзіміздің, ата-бабаларымыздың салт дәстүрін, исламның құндылықтарын дұрыс түсінбеуінде, ол дұрыс түсінбеуде дегеніміз олардың бойындағы ол дәстүрлі исламның өздері білмеген нәрсені жоққа шығару. Бұл жерде адам өзі білмейді, одан кейін мұхиттың ар жағында, теңіздің ар жағында отырған әртүрлі жалған уағызшылардың уағызына соның айтқанын, біздің салт дәстүрімізді, исламның дәстүрлі құндылықтарын, дәстүрлі құндылық дегенімізде біз нені айтамыз? Біздің ата-бабамыздың осы күнге дейін келіп жеткен, бізге кереметтей көрсетіп кеткен дәстүрлері, олардың қазақтың салт дәстүрлерінің қай бірін алып қарасақ та, біз ол жерде үлкен мән мағынаны көреміз. Сол себепті де біздің бүгінгі таңда кейбір жастарымыз әртүрлі дініміздің, асыл дініміздің қайнар құндылықтарын, қазақтың ұлттық құндылықтарын бойларына сіңірмегендіктен осындай өкінішті жағдайларға душар болып, әртүрлі измдердің қатарын толтырып жүр.
Радикалды топтардың ықпалымен елімізді тастап кеткен отандастарымыздың саны аз емес. Өздерінің алда не күтіп тұрғанын да білместен, өзімен бірге бүкіл отбасын ертіп кеткендер де бар. Дәл осы надандық тағы бір қорқынышты терминнің, жыныстық жихад ұғымының пайда болуына себеп болды. Бейбіт замандағы өмірін соғыс алаңына айырбастағандар, қорғансыз қалып өлімге бетпе-бет келгендер. Бірақ мемлекет әрдайым өз азаматтары қайда жүрсе де, олардың қамын ойлауы керек. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөзі келтірген мәлімет бойынша, 2021 жылдың басында арнайы қызмет көмегімен 12 отандасымыз Қазақстанға оралды. Олардың 7-і балалар. Ислам ол қырып жою деген сөз емес. Қайта ол ислам діні басқа біреуге бейбітшілік әкелетін дін, тыныштық әкелетін дін. Біздердің ассаламу алейкум деген кездегі айтып тұрғанымыз не? Менен саған қатысты ешқандай бір қиянат болмайды. Мен саған тыныштықпен келіп отырмын деген сөзді. Міне осыны біздер түсінуіміз керек. Ешқашан ислам діні агрессияны құптамаған. Біздерге әрине күйе жағылып, әлеуметтік желіде көрсетіліп жатыр, ислам осында террористер деген сияқты. Жоқ, ислам діні ондай нәрсені құптамайды. Жазықсыз адамды мысалы қанын төгуге рұқсат етпейді. Біреуді діннен шығаруға рұқсат етпейді. Бір мұсылман еместің қанын төгуге тыйым салады. Пайғамбарымыз салсын өзінің хадисінде кім мұсылман емес, мұсылман елінде тұратын, солардың қамқорлығында болған адамның қанын төгетін болса дейді. Мысалы, өте сондай бір риуаяттар бар да, мысалы хадистерде келеді, менің оған дейді, оның маған қатысы жоқ дейді. Сондай әрекетке барған. Немесе бір хадистерде 70 жыл ұзақтықтан сезілетін жұмақты дейді, иісі сезілетін жұмақтың иісін сезбей алады дейді ондай адамдар. Не қараңыз. Демек, ислам діні ол агрессия діні емес, зорлық зомбылық діні емес ол. Керісінше адамды бақытқа жетелейтін дін да. Ол Алла Тағаланың діні. Алла Тағала бізді жаратты, бізге ненің пайдалы, ненің зиянды екенін білетті, сол үшін бізге осы дінді береді. Міне осы дінмен жүресің болсаңдар, сендер бұл дүние мен ақыретте жетістікке жетесіңдер дейді. Сол үшін біздер ислам шариғатын, яғни дінімізді дұрыстап түсініп алуымыз керек. BBC ақпараты бойынша, әлемде жылына 2500-ден аса терактілерді болдырмау шаралары атқарылады. Мемлекеттердің саяси мақсаттары өзара айырмашылық жасағанымен, аталмыш мәселеде барлығы бейбіт өмірдің ең құнды байлығы екенімен келіседі. Конституция бойынша, соның ішінде Қазақстан Республикасының конституциясында әр азамат өзі қалаған дінін ұстануға құқылы. Дінді өзі қалағанындай түсінуде де, ұстануда да тұрған ешқандай мәселе жоқ. Ол өз құқығы, өз намыс еркі. Бірақ өзге біреуді еріксіз мәжбүрлеу мен дінді күштеп таңу заң бұзушылық болып табылады. Осыған ұқсас жағдайлар Қазақстанда да бір қатар алаңдаушылық туғыза бастады. Бұл мәселені қатаңдау, нақтырақ реттеу үшін әсіресе діни радикализммен айналысатын сырттан келген миссионерлер мен насихаттаушылардың әдепсіз әрекеттерін болдырмау мақсатында бір қатар шаралар іске асырылуда. Осындай қауіпті қозғалыстар мен секталарды тіркеуге қатысты нақты фильтрлер енгізілді. Дін ғаламшарымыздың барлық тұрғындарын бейбітшілік пен келісімге шақыратын қоғамның негіздерінің бірі. Дәстүрлі исламның құндылығы барлық адамға нәсілдік, ұлттық, діни құрамына қарамастан құрметпен қарайтынында. Әлемдегі барлық діндер ұстамдылық пен сабырға, соғыстардың, жанжалдардың тоқтатылуына,
бейбітшілік пен адамдар арасындағы татулыққа шақырады. Ең толерантты діндердің бірі ол ислам. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев.